Саламатсыздар ма, оқушылар, ата-аналар? Бұл 4-ші сынып бойынша 21-ші сабақ 2-ге 5-ке 10-ға бөлінгіштік белгілері. Яғни 2-ге 5-ке 10-ға бөлінгіштік белгілері дегеніміз қандай сандар 2-ге 5-ке және 10-ға бөлінетіндігі туралы. Натурал сандарды 2-ге 5-ке және 10-ға бөлінгіштік белгілері негізінде жіктеуді үйренеді балалар осы тақырып бойынша. Енді бірінші тапсырмада сандарды оқы, қандай сандар 10-ға бөлінеді деп ойлайсың дейді. Бұл есептердің ішінде енді 10-ға бөлінгіштік белгісі бойынша кез келген сан 0-мен аяқталатын болса, ондай сандар 10-ға аяқталады. Яғни оны біз былай да жазуымызға болады. Мысалға 34560 дегеніміз, 34560 деген сан, яғни ол 3456-ны 10-ға көбейтеміз деген сөз. Яғни бұл көбейткіш 10-ға бөлінеді. Бұл сан да 10-ға бөлінеді. Ал келесі 53064-ті біз олай жаза алмаймыз, яғни ол сан 10-ға бөлінбейді деген сөз. 30346-ны да біз 10-ның көбейтіндісі түрінде жаза алмаймыз, яғни ол да 10-ға бөлінбейді деген сөз. Енді 42650-ді жазып көрейік 10-ның көбейтіндісі түрінде, яғни ол 4265-ті 10-ға көбейтетін болсақ, яғни 42650 шығады, яғни ол дегеніміз 10-ға бөлінеді деген сөз. Келесі 65540-ды да біз солай жаза аламыз. 65540 дегеніміз, яғни 6554-ті біз 10-ның көбейтілген 10 деп жаза аламыз, яғни бұл көбейткіште 10-ға бөлінеді деген сөз. Ал келесі 65403-ті біз ол түрінде жаза алмаймыз, яғни қандай да бір санның көбейтіндісі түрінде, қандай да бір 10-мен бір санның көбейтіндісі түрінде, сондықтан ол бөлінбейді. Яғни осыдан қорытындылай келе 10-ға бөлінгіштік белгілері тек қана 0-мен аяқталатын сандар 10-ға бөлінеді деген қорытындыға келеміз. Ары қарай 5-ке бөлінгіштік белгісі, мына келесіде есінде сақта дегенде көрсетіліп тұр. 0-мен 5-ке аяқталатын болса, яғни бір қайтадан жазайыншы, 10-ға бөлінгіштік белгісі бөліну үшін, 10-ға бөліну үшін сан 0-ден аяқталу керек. 0-ден аяқталу керек. Ал 5-ке бөліну үшін ол 0-мен және 5-пен аяқталу керек. 0-мен 5-пен аяқталу керек. Ал келесі 2-ге бөліну үшін ол 0-ден бастап 0, 2, 4, 6, 8, сосын қайтадан 0 деп тағы да жалғаса береді. Яғни барлық жұп сандар 2-ге бөлінеді. Жұп сандарды тағы да алдағы уақыттарда нақтылап айтылады. Жұп сандар дегеніміз соны 0, 2, 4, 6, 8 бен аяқталатын сандар. Келесі 2А деген тапсырманы қарайық. Қай сандар 5-ке бөлінеді дейді. Қай сандар 2-ге бөлінеді. Енді бұл тапсырмада 5-ке бөлінетіндер, былай жазылайын, 2А бізде. 5-ке бөлінетіндер, яғни жаңа ережеде айтып кеткендей 0-мен аяқталу керек соны, және 5-пен аяқталу керек. Осының ішінен қарайық. 48732 5-ке бөлінбейді. Астындағы 8732 деген сан ол да 5-ке бөлінбейді, себебі 0-мен де 5-пен де аяқталып тұрған жоқ. Енді 54270-ті қарайық. Бұл бөлінеді, себебі соны 0-мен аяқталып тұр. Астында 54275 ол да 5-ке бөлінеді, себебі ол 5-пен аяқталып тұр соны. Ары қарай 30876 ол бөлінбейді, себебі 0-мен де 5-пен де аяқталып тұрған жоқ. Ары қарай 30875 бөлінеді, жазамыз оны, 30875. Әрі қарай 847 бөлінбейді, 885-ті жазамыз. 854 бөлінбейді, 3671-де бөлінбейді екен, осымен тоқтайтын нүкте қоямыз.
Енді дәл осы сандар бойынша енді 2-ге бөлінетіндерді жазайық. 2-ге бөлінеді. Текте бөлінеді. 2-ге бөліну үшін жаңа біз айтып кеттік. 0, 2, 4, 6, 8-ден аяқтау керек. 48.732 бөлінеді, я? 8.732 ол да бөлінеді. 54.270 ол да бөлінеді. 54.275 бұл бөлінбейді, я? 30.876 жазамыз. 30.875 бөлінбейді, соны 5-пен аяқталып тұр. 847 бөлінбейді, соны 7-пен аяқталып тұр. 885-те бөлінбейді, соны 5-пен аяқталып тұр. 854 бөлінеді, соны 4-пен аяқталып тұр, осы себебі. 3671 ол бөлінбейді, тағы да нүкте қоямыз екен. Осымен бітті, 2-ге бөлінетіндерді жаздық. Келесі 2А дейді. Өз тұжырымыңды дәлелдеп бөлуді орында, көбейту арқылы тексер дейді. Бұл жерде қалай тексеріледі? Мен тек қысқаша көрсетіп кетейін. 2А. Мысалға біз 5-ге бөлінеді деп теріп жазып шықтық қой. Соларды біз бұлай бөлеміз. 54.270 бөлінген 5. Осының мәнін есептеп, сол санды 5-ке қайтып көбейткенде, осы 54.270 шығу керек. Оны өз бетімен орындап көр. Яғни барлығын солай тексеріп шығу керек болады. 54.275-ті де солай 5-ке бөліп, 30.875-ті де дәл солай 5-ке бөліп, 885-ті де 5-ке бөліп, шыққан мәнін кері 5 санына көбейткенде осы сан шығатын болса, онда дәлелденді деп есептелінеді. Әрі қарай 3А тапсырма. Кестеден 5-ке 10-ға бөлінетін сандарды тап дейді. Не істейміз ол үшін? 5-ке 10-ға бөлінетін. 5-ке деп бірінші жазылайық. 5-ке бөлінетін сандар. Барлығын үтір арқылы жазып шығайық. 12 бөлінбейді, я? Астына кетем. 18 бөлінбейді 5-ке. 24 бөлінбейді, 30 бөлінеді екен жазамыз. Мына жерде 30. 36 бөлінбейді, 39 бөлінбейді, 40 бөлінеді екен 5-ке жазайық. 44 бөлінбейді, 52 бөлінбейді, 57 бөлінбейді, 60 бөлінеді 5-ке. Мынаны сіздер қоршамай қойыңыздар, мен әдейі көрінсін деп қоршап жатырмын, кітапта қоршап сызбаймыз, я? 64, 81, 92 бөлінбейді, 96 бөлінбейді, 99 бөлінбейді, мына 100 бөлінеді екен 5-ке. 112 бөлінбейді, 124 бөлінбейді, 156 бөлінбейді, 164 бөлінбейді, 200 бөлінеді екен жазайық. 240-та бөлінеді екен. Астына түсірдім. 325 бөлінеді, себебі соны 5-пен аяқталады, я? 384 бөлінбейді, мына жерде қоршап кетейін. 384 бөлінбейді, 450 бөлінеді, себебі 0-мен аяқталып тұр. 500 бөлінеді 5-ке. 618 бөлінбейді, 872 бөлінбейді, 1000 бөлінеді, себебі 0-мен аяқталып тұр. 1224 бөлінбейді, 1815 бөлінеді, 5-пен аяқталып тұр. 3156 бөлінбейді, 5016 бөлінбейді, 1110 бөлінеді, жазып қоямыз 1110. 1228 бөлінбейді, 25000 бөлінеді, 60000 бөлінеді, 124750 бөлінеді. Осылардың барлығын тізіп жазып шығамыз өтір арқылы. 60000 және 124750 деп жазып алдық. Енді дәл осы 3А тапсырманың 10-ға бөлінетін сандарды жазып шығайық. 10-ға бөлінетіндер. 10-ға бөлінгіштік қасиет бойынша ол соны 0-мен аяқталу керек. Енді қараңыздар, біз жаңа белгілеп алдым ғой 5-ке бөлінетіндер. 5-ке бөліну үшін ол
5-пен және 0-мен аяқталу керек еді. Осы 5-ке бөлінетін сандардың ішінен қарасақ та жеткілікті, себебі 5-ке бөлініп тұрған сан ол 10-ға да бөлінеді, егер 0-мен аяқталатын болса. Басқа жерлерде 0-мен аяқталатын сандар жоқ, көріп тұрсыздар, қоршағанның өзінде де. Енді мына 5-тің ішінен қараймыз. 30 бөлінеді, 40 бөлінеді, 60 бөлінеді. Кесте қажет емес, мына 5-ке бөлінетін деп бөліп жазып алдық қой жаңа, соның ішінен қараймыз тек қана. 100 бөлінеді, 200-де бөлінеді, себебі 0-мен аяқталып тұр, соны. 240-та бөлінеді. Міне мына жерді қарап айтып жатырмын. 325 енді мына жердегі. Ол бөлінбейді, себебі 0-мен аяқталып тұрған жоқ. 450 бөлінеді, 500 бөлінеді, 1000-да бөлінеді. Енді қараңыздар, 1000 жерде 1815 ол бөлінбейді, себебі 0-мен аяқталып тұрған жоқ. 1110 бөлінеді, 25.000-да бөлінеді, жазамыз. 60.000-да бөлінеді. Ең соңғы 124.750-де ол да бөлінеді, себебі 0-мен аяқталып тұр сонда. Түсінікті ғой, Енді ары қарай 3-әсінші тапсырма. 3-ә тапсырмада Эйлер дөңгелегін салып, оған кестеден 4 саннан алып жаз дейді. Тек қана 4 саннан алып жазсақ жеткілікті екен. Эйлер дөңгелегі дегеніміз мынандай 2 сақина сияқты. Дөңгелекше менде кішкене сопақтау болып кетті. Мына жаққа 5-ке бөлінетіндер, мына жаққа 2-ге бөлінетіндер. Ортасына 2-ге де 5-ке бөлінетіндер сандарды жазамыз. Тек қана 2-ге бөлінетін сандар осы кесте бойынша қарайықшы. Тек 2-ге бөлінетін сандарды қарайық. Мысалға 12-ді. Ол 12 5-ке бөлінбейді. Мынау 2-ге бөліну керек, мына жақ. Мына жағымыз 5-ке бөліну керек. 12, яғни соны 2-мен аяқталып тұр, 2-ге бөлінеді. Тағындай сан жазылады. Мысалы 18-ге ол 2-ге бөлінеді тек қана. Тағы да 24-ті де алуға болады. Және мысалға кез келген жерден ала қойық, мысалға 156. 156 5-ке бөлінбейді. Сондықтан ол тек қана 2-ге бөлінетіндердің жағына жазамыз. Енді тек 5-ке бөлінетін сандар қандай сандар болуы мүмкін? Соларды жазып шығайық. Мысалға 325 тағандай. 5-пен аяқталған 1815 тағандай болуы мүмкін. Мысалға 30, 35-ке бөлінеді. Және де 100 деген сияқты. Бұл 5-ке бөлінеді. Енді қараңыздар, ортасына 2-ге де бөліну керек, 5-ке де бөліну керек сандарды жазып шығайық. Ол қандай сандар болуы мүмкін? Яғни ол тек қана 0-мен аяқталатын сандар. 5-ке бөлінсе, мысалы 325 5-ке бөлініп тұр, бірақ ол 2-ке бөлінбейді. Яғни 5-пен аяқталатын сан ортақ бола алмайды деген сөз. Ал 0-мен аяқталатын сан ол 5-ке де бөлінеді, және 2-ге де бөлінетінін біз білеміз. Сондықтан тек қана 0-мен аяқталатын сандарды ортасына жазып шығамыз. Мысалға қандай ол? Әр оқушының өзін таңдау әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы 500, 200, қайсысын көріп тұрмын, соны жазып жатырмын. 240-та бола алады, яғни соны 0-мен аяқталып тұр. Және мысалға 60 көп таңбалы сандарды да жазсаңыздар да болады. Осы ортада тұрған сандар ол 2-ге де бөлінеді, және 5-ке де бөлінетін сандар. Ары қарай 4А есепті қарайық. 4А есебінде мәтіндік есеп. Арман достарымен стадионға футбол ойынын көруге келді дейді. Стадионның 4 секторына 21.370 жанкүйер орналасты. Бірінші секторға 9240, ал екінші секторға біріншіге қарағанда 890 жанкүйер артық отырды. Қалғандары үшінші және төртінші секторларға теңдей бөлінді дейді. Үшінші секторда қанша жанкүйер отыр? Ең бірінші 4 секторы деп тұр, яғни ол барлығы деп жазамыз. Барлығы 21.370 жанкүйер екен, Ж деп қойайын.
әрі қарай бірінші сектор жазайық 9240 жанкүйер. Ал екінші секторға біріншіге қарағанда 890 жанкүйер артық отыр дейді. Екінші секторда бізде белгісіз, бірақ мынаған қарағанда не дейді? 890-ға артық болған. Белгісіз, сұрақ белгісіз жанкүйер мынаған артық дейді. Бізге табу керек нені? Қалғандар үшінші және төртінші секторларға теңдей бөлінді. Яғни үшінші сектор мен төртінші сектор тең. Төртінші сектор тең. Үшінші секторда қанша жанкүйер отыр дейді. Яғни біз төртінші сектор тапсақ та, үшінші сектор тапсақ та бәрібір олар сандары бірдей. Табу ізденіп тұрған бізде үшінші сектор қанша? Үшінші секторда қанша жанкүйер? Шешуі, жерге сыярым екен менде. Шешуі дейміз де, бірінші не істейміз? Бірінші, екінші сектордағы жанкүйерлер санын анықтап аламыз. Ол үшін 9240-қа қосамыз 890-ды, Енді есептеп алайық. Сонынан қосатын болсақ 0, 4-ке 9-ды қосамыз 3, бағандап есептеңіздер егер қиын болса. Бір ойда, 8-ге 2-ні қосық 0, ойдағы мен 1, тағы бір ойда, сонда 10.130 болады екен. Бұл бізде екінші сектор. Әрі қарай екінші амалда не істейміз? Бірінші сектор мен екінші сектордың санын қосамыз. Яғни бірінші сектор бізде 9240 еді ғой. Соған қосамыз жаңа біз тауып алған екінші секторды. 10.130-ды қосамыз. Ол тең болады. Сонынан қосайын 0 болады. 7, 3, 9, 1. Яғни 19.370 болады екен. Енді үшінші амал біз не істейміз? Барлық жанкүйер санынан, яғни 21.370-тен біз азайтып тастаймыз осы бірінші мен екінші сектордың жанкүйерлерін, яғни 19.370-ті азайтып тастаймыз. Сонда бізде 370 пен 370 азайтылып 0 болып кетеді. Яғни 21.000-нан 19.000-ды азайтқандай боламыз. Сонда ол 2000 болады. Бағандап есептей қойыңыздар тұсына. Енді әрі қарай төртінші есеп бізде деген бұл 2000 деп тұрған 2 мен төртінші сектордың жанкүйерлер саны. Енді бізге тек қана үшінші сектордың санын табу керек болғандықтан, олардың сандары және бірдей деп айтылған ғой. Бірдей дейтін болса, біз оны 2-ге бөлеміз. 2000-ды 2-ге бөліп жібереміз. Яғни қақ жартысы немесе. Сонда ол 1000 жанкүйер. Жауабы үшінші секторда сонымен 1000 жанкүйер болған екен. Үшінші секторда 1000 жанкүйер екен. Жақсы балалар, әзірге осы есептермен тоқтаймыз. Келесі жалғасын тағы да түсіретін боламын. Сау болыңыздар.